Тамшы KZ ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттақин ва ла удвана илля аля залимин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим таслиман кафира. Валхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Құрметті шәкірттер, құрметті әріптестер, Аллах Субханала Тағала біздердің осы алып жатқан ілімдерімізге береке берсін. Жалпы бүгін сіздерге уағыз айтайық деп отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ад-дину насиха». Дін ол насихат. Сол насихат деп қабылдауымыз керек. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз мынау аманат мәселесі. Осы бізге қандай мойнымызда аманаттарымыз бар, осы жайында сіздерге бүгін сөз қозғаймыз. Біріншіден, бұл аманат дініміздегі үлкен жауапкершілікті істердің бірі. Ал енді қашан бұл аманатқа жауап бермеген жағдайда, немесе қиянат жасаған жағдайда, бұның ауыр сипат екендігін пайғамбарымыз ескертеді. Әрине, бұл жеңіл нәрсе емес. Алла Субханала Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Инна араднал аманата аля самавати вал ард». Біз аманатты аспандар мен жерге ұсындық дейді. Уал джибал, және тауларға. Фа абайна ан яхмилна, яғни олар оның көтеруінен бас тартты. Ва хамалахал инсан дейді. Бірақ та оны мына сіздер мен біздер мойнымызға алдық. Олай болса, бұл аманатқа жауапкершілікпен қарауымыз керек. Енді ғалымдарымыз осы аяттың тәпсірінің төңірегінде бұл аспандар мен жерлер, таулардың бас тартуы аталмыш істің жауапкершілігін білдіреді дейді. Яғни бұл жердегі аманат деп жатқаны ол дін. Алла Субханала Тағала бізге осы дінді берді. Бұл аманат. Ал енді бұл аманат жайында бұл аят аманаттың үлкен жауапкершілікті іс екендігін көрсетеді. Ал енді екінші бір аятта бұл аманатты өз иесіне тапсыруды Алла Субханала Тағала фарз еткен. Ол жайында былай дейді: «Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха». Алла Субханала Тағала сендерге аманатты иесіне қайтаруды фарз етті, міндет етті дейді. Олай болса, біз өзіміздің мойнымызға жүктелген аманат бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ахмад ибн Хамбалдан келген мына бір хадисте былай дейді: «Ла имана лиман ла аманата лаху, ва ла дина лиман ла ахда лаху» дейді. Аманаты жоқтың иманы жоқ, уәдесі жоқтың діні жоқ деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл хадистен біз аманаттың, сондай-ақ уәденің қаншалықты
маңызды екенін көруге болады. Енді хадиске үңілетін болсақ, хадисте аманатпен мынау уәдеде тұру қатар кеп жатыр. Біз және жоғарыда айттық, бұл үлкен жауапкершілікті іс болғаннан кейін бұл іске жауапкершілік танытпаудың нәтижесін пайғамбарымыз былай деп көрсетеді. Аятул мунафиқи саласун дейді. Мұнафық екіжүзділіктің белгісі үшеу дейді. Иза хадаса казиба, ва иза тумина хана, ва иза вағада ахлафа дейді. Яғни осы хадисте де пайғамбарымыз мұнафықтықтың үш белгісін айтып жатыр. Соның екеуінің бірі аманат, бірі уәдеде тұрмау. Сондықтан да және пайғамбарымыз жоғарғы хадисте не деді? Аманаты жоқтың иманы жоқ, уәдесі жоқтың діні жоқ деді. Ал енді бұл екі қасиеттен айырылу, бұл екіжүзділіктің белгісі. Не деді? Егер сөйлесе өтірік айтады. Бұл өтірікті айтып жатыр. Одан кейін не деді? Ва иза вағада ахлафа. Уәде етсе, оны бұзады дейді. Және бір нәрсені аманат қылатын болса, оған қиянат жасайды дейді. Міне бұл жалпы аманатқа байланысты түсінік. Аманат біріншіден жауапкершілік, аспандар мен жерлер көтере алмаған аманатты, дінді біз мойнымызға алдық. Демек, бұл жауапкершілік. Екіншіден, осы мойнымызға алған аманатты өз иесіне табыстау біздерге фарыз. Алла субханала тағала не деді? Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха деді. Алла субханала тағала сендерге аманатты өз иесіне тапсыруды фарыз етеді деді. Және пайғамбарымыз өзінің хадис шарифінде бұл аманаты жоқтың имансыздыққа тең еді. Яғни бұның үлкен жауапкершілікті іс екенін көруге болады. Енді осы негізден ғалымдарымыз біздерге осы аманаттың түрлерін шығарып береді. Аманат бірнеше болады. Біріншісі соның түртіп жазып отырсаңыздар болады. Әл-аманату фил ғибада. Жалпы бұл аманат дегеніміз адаул хукук уәл мухафазату алейха. Негізінде аманат дегеніміз бұл әрбір нәрсенің хақын беру. Әрбір нәрсенің хақын беру және соны сақтау. Бұл аманаттың тілдегі анықтамасы. Ал енді осы аманаттың түрлеріне келетін болсақ, біріншісі әл-аманату фил ғибада. Бірінші құлшылықтағы аманат. Құрметті бауырлар, пенденің Алланың алдындағы хақы, оған еш нәрсені серік қоспай құлшылық етуі. Сондықтан құлшылық ету бұл бізге аманат. Сондықтан да намаз болсын, ораза болсын, зекет болсын, біз бұл нәрселерді уақытымен өтеуіміз керек. Ақимус сола ва атуз зака. Намаз оқы, зекет бер. Кутиба алейкумус сияму. Ораза сендерге фарыз етілді. Бұл да аманат, оның хақын беруіміз керек. Уәла тақрабу зина. Зинаға жақындама деді. Бұл да аманат ағайын. Фәтштанибу. Арақтан сақтаныңдар деді. Бұл да аманат. Ғайбат айтпаңдар деді. Бұл да аманат. Бұл Құдайдың фарыз қылған ғибадатындағы бұл аманат. Ең бірінші аманат біздің мойнымыздағы ол Құдайдың аманатын орнына тапсыру. Кеудемізде жанымыз бар, жүрегімізде иман бар кезде қолымыздан келгенше намазды өтеп, оразаны ұстап, мүмкіндігіміз болса, зекетті өтеуіміз керек. Бұл аманаттан біз ертең сұраламыз. Ал енді
аманаттың екінші түрі, ғалымдарымыз айтады, әл-аманату фи хифзи жауарих. Аманаттың екінші түрі дене мүшелерді сақтау. Біріншіден, бұл денсаулығымыз бар біздің. Яғни біз ауру сырқаудан өзімізді сақтауымыз керек. Денеміздің қақым беруіміз керек. Ауырсақ шипаздеуіміз керек. Дәрі ішуіміз керек. Қарнымыз ашса тамақ ішуіміз керек. Әла фи жасади хаққун дегені осы міне пайғамбарымыз. Яғни дененің біз қақым беруіміз керек. Ал енді екіншіден, және сол дене мүшені біз харам істерден сақтауымыз керек. Алла субханала тағала бізге көз берді. Сол көзді харам нәрселерден сақтауымыз керек. Бұл аманат, ағайын. Мына Құдайдың берген көзі аманат, оны біз харамдардан сақтауымыз керек. Қол аяғымыз, дене мүшеміз мүмкіндігінше біз не істеуіміз керек? Сақтауымыз керек. Яғни күнәға түсіп қалудан. Және пайғамбарымыз не деді? Ол күні біздің әрбір дене мүшеміз істеген қателіктеріміз үшін куә болатындығын айтқан. Сондықтан бұл бірінші Алланың ғибадатын орындау бізге аманат болса, екінші Құдайдың берген бізге осы дене мүшелерді күнәдан сақтау аманат болады. Кейін ғалымдарымыз айтады, мынау Құдайдың берген денсаулығы бұл да аманат. Ол да бұл дене мүшені сақтауға кіреді. Мынау күн суықта біз жылы жүруіміз керек. Бұл аманаттың біз қадірін ертең сұраламыз. Түсіңіздер ме? Сондықтан мүмкіндігінше салқында жақсылап киініп, біз дене мүшемізді сақтап жүруіміз керек. Ол жаңағы сән қуып, мода қуып, жаңағы денсаулықтан айырылып қалмауымыз керек. Міне осыны біз қазір ескеруіміз керек, ағайын. Бұл да денсаулықта ол аманат. Енді аманаттың келесі түрі әл-аманату фил вадаи. Яғни мынау қойылған мүлікті, бізге бір тапсырылған жүкті сақтау. Мысалы, бізге біреу бір істі тапсырып кеткен болса, немесе бізге біреу өзінің бір аманат затын қалдырып кеткен болса, біз соны сақтап тұруымыз керек. Егер көлігін қойып кеткен болса, оны мінбе деген болса, біз мінбеуіміз керек. Егер атын байлап кеткен болса, біз оны мініп тастамауымыз керек. Бұл аманат. Жаңағы пайғамбарымыздың хадисте айтып жатқан аманатына қиянат, осы қойылған затқа қиянат жасауда болып жатыр. Яғни бір нәрсені аманатқа алса, оған қиянат жасайды деген. Ал мұсылман адам ешқашан өзінің бауырына, өзінің денсаулығына қиянат жасамайды. Сол сияқты біз жаңағы Құдайдың фарыз еткен құлшылықтарына да қиянат жасамауымыз керек. Әр нәрсені өз тәртібімен, өз шартымен орындауымыз керек. Сол кезде біз қиянат жасамаған боламыз. Ал егер біз мына намазда тұрған кезде рукухтың, қиямның, сәжденің, әр қимылдың өзінің хақын бермесек, онда біз аманатқа қиянат жасаған болып табыламыз. Демек, қиянаттың үшінші түрі әл-аманату фил уадайх деп көрсетеді. Енді аманаттың келесі түрі әл-аманату фил амал. Яғни істе аманаттықты сақтау. Бізге біреу бір істі тапсырған болса, орындауды, біз соны аяғына дейін жеткізіп, тапсырманы аяқтаған болуымыз керек. Сондықтан осы арада біз ескеріп кетуіміз керек. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла субхана тағала адам баласына шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Сондықтан да біз қолымыздан келетін іске ұмтылуымыз керек.
қолымыздан келетін. Ал егер қолымыздан келе алмайтын іс болып, оны мойнымызға алып алып, оны өтей алмаған болсақ, онда біз аманатқа қиянат жасаған боламыз. Сондықтан бұл істе болған аманатты ғалымдарымыз айтады, яғни істі түбіне жеткізіп, толық орындау дейді. Сондықтан мұсылман адам бір істі бастаса, ол оны толық хақын беріп жүзеге асырады. Сондықтан әрбірімізге жүктелген істі біз жауапкершілікті білуіміз. Себебі пайғамбарымыз өзінің бір хадис шарифінде қиямет жайлы хабар берген кезде не дейді? Мынау қияметтің кіші белгілерін айтқан кезде айтады: сендер аманат жоғалған кезде қияметті күте беріңдер дейді. Сонда уамал аманату деген кезде не деді? Әрбір іс өзінің иесіне тапсырылмаған кезде сендер аманатты күте беріңдер деді. Яғни адам баласы өзінің шама шарқына қарай істі алу керек. Мысалы, қазір біз тұрып айтатын болсақ, маған келе берсеңіздер болады, мен ауруларды емдей берем десем, мен дәрігер емеспін ғой. Бұл да міне аманаттың жоғалғандығы. Болмаса жаңағы Құдай қаласа кез келген химия, физикадан да сабақ бере берем десең, сенің мамандығың ол емес қой. Міне бұл да аманаттың жоғалуы. Мысалы, қазір қарап отырсақ, кешегі қой баққан адамдардың бүгін депутат болып кетуі, болмаса жаңағы оқу министрінің денсаулық министр болып кетуі, бұның барлығы мынау аманаттың жоғалуы. Себебі бұл жердегі аманат деп жатқаны, яғни істің өз иесіне тапсырылмауы. Ондағы мақсат жаңағы әл-аманату фил ғамал деді ғой. Істе адам толық жер жебіріне жетіп істеу керек, толық. Ал ол үшін сен маман болуың керексің. Ал сен өзіңнің мамандығыңды алмасаң, демек сен ол істі қатырып атқара алмайсың деген сөз. Ал оны қатырып атқара алмағандан кейін сен қиянат жасадыған болып табыласың. Бұл нәрсені пайғамбарымыз екіжүзділіктің сипаты деп отыр. Сондай-ақ қияметтің бір белгілерінен деп отыр. Сондықтан мұсылман адам, қазақта жақсы бір сөз бар: көрпеңе қарап көсіл дейді. Бұның бірнеше мағынасы бар. Сен өзің шама келетін іске қарай ұмтыл. Өзіңнің шаман келетін, мысалы, тиеніңді ізде. Міне сол кезде сен бақытты боласың. Ал жаңағы шамаңа қарамай жаңағы ұмтыла беретін болсаң, сен аманатқа қиянат жасаған боласың. Өйткені сен қолыңнан келмейтін істі мойныңа алып алу. Сондықтан біздер қашанда мұсылман адам бір іс тапсырылған кезде ол соған шамасы келе ме, келмей ме, ол өзі айту керек. Енді келесі аманаттың бір түрі бұл әл-аманату фил кәлам. Енді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, мынау адам баласы егер екі нәрсесіне кепіл болса, қияметте оған мен кепіл боламын деді. Ол тіл және екі пұттың арасындағы аурат. Яғни адам өзін зинадан сақтана алатындығына кепіл берсе, жаман сөз айтудан тілін сақтай алуға кепілдік беретін болса, пайғамбарымыз ол адамға иншалла қиямет күнде кепіл болады. Ал енді бұл жердегі кәламда сөзде болған аманат дегені, егер біреу бізге сырды айтқан болса, біз оны ешкімге айтпауымыз керек. Мысалы айтады: бауырым саған аманат, арамызда қалсын дейді. Сосын әлгі бауырымыз бізге жаңағы нәрсені айтады. Сөйтемізде біз үшінші бауырымызға барып айтамыз: бауырым аманат, арамызда қалсыншы дейміз. Ол төртінші біреуге барып айтады: бауырым арамызда қалсын, аманат, мынадай әңгіме бар дейді. Нәтижесінде жаңағы екі адамның арасындағы сыр 10 адам біледі. Әр қайсысы және біреуге айтқан кезде не дейді? Аманат сыр дейді, екеміздің арамызда дейді. Ол тағы біреуге барып айтады: ералы, мынау аманат арамызда қалсын дейді.
Ералы барады да Бақтиярға айтады: бәке дейді, арамызда қалсын дейді. Жоқ, мұсылман адам тіс шарып айтпау керек. Аманат деді ме, бұл аманат. Ол айтып қойған болсаң, сен аманатқа қиянат жасаған боласың. Ал аманатқа қиянат жасау, ол екіжүзділіктің белгісі. Бұл сондықтан да біз сөзде аманатқа сақ болуымыз керек. Айтпа деді ме, айтпауымыз керек. Енді бұның екінші бір мағынасы бар. Мынау бөстеки бос сөздерден аулақ болу. Біз бұл тіл бізге аманат қып берілген, оны біз сақтауымыз керек. Сондықтан мынау сырды мүмкіндігінше, ал егер сен сырды сақтай алмайтын, ашып қоятын болсаң, онда алма. Бауыр, маған айтпай қойшы, мен біреуге айтып қоям оны бәрі. Мен шыдамаймын деп ескертіп ал. Онда ол саған айтпайды. Жарайды, өзің білші, мен саған айтайын десе, ол кезде болады. Сондықтан біреу бір нәрсе айтайын деп атқан кезде айтып ал. Кешіресіз, маған айтпай қойыңызшы, мен бұны ұстап тұрамаймын. Түсініздер ме? Сондықтан ал егер, айта бер деп қоямыз, біз. Өзіміз ғой дейді жаңағы. Жоқ, айтпаймын, Құдай сақтасын, аманат қой деп қоясың. Сөйтіп әлгіні естіп алғаннан кейін ішіңе сыймай, әлгі нәрсе сөйтіп айтасың: бір жан дейді, арамызда қалсын, мен саған бір нәрсе айтайын дейсің. Сондықтан ол нәрсе аманатқа қиянат жасау болып келеді. Енді аманаттың келесі бір түрі әл-мас'улияту аманатун деген. Мынау жауапкершілік, бұл да аманат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Күллухум рағин ва күллухум мас'улун ан рағиятихи. Әр қайсың бақташысыңдар, және әр қайсың сол ие болған баққан нәрселеріңнен сұраласыңдар деді. Әл-имаму мас'улун ва мас'улун ан рағиятихи. Әл-имаму рағин дейді. Имам ол бақташы, және сол баққан нәрсесінен сұралады дейсіз. Құрметті имекелер, мына сіздер бақташысыздар. Мына сіздердің мойындарыңызда аманат бар. Бірінші аманат ол дін тұр сіздердің мойындарыңызда. Сол аманатты қасық деміміз қалғанша шынайы Құдайдың разылығы үшін жеткізуіміз керек. Кеше ұстазымыз, шейхіміз айтып өтті, не деді? Ол ықылас. Құдай үшін болу керек. Осынша жыл имамдық еңбек етіп, оқып, барлығы бекер болып қалмау керек ағайын. Құдайдың алдында жүзіміз жарық, Құдай үшін жасаған болуымыз керек. Ол жаңағы отчет үшін болып қалмау керек. Анау есепке керек деп, мына қазір уағызды түсіріп алып жүрмеңіздер. Сондықтан да бұл сіздерге дін аманат. Сіздер үлкен жауапкершілікті мойындарыңызға алып отырсыздар. Соны қасық демдеріңіз қалғанша көтеріп барыңыздан иншалла. Бұл аманат. Біз мына жерде сіздерге 10 күн семинар өтіп жатырмыз. Сол семинардағы әрбір айтқан насихатымыз, берген ілім, бұл аманат. Сол ілімді сіздер жеткізулеріңіз керек. Сол ілімді сіздер таратуларыңыз керек. Кейін мына жердегі Нұр-Мубаракта оқып атқан шәкірттер, бұл ілім сіздерге аманат. Ойыншық емес, жауапкершілік. Сіздер 4 жыл Құдай сіздерге мүмкіндік берді. Сол мүмкіндікті оқыңыздар. Осы аманатты біз жауапкершілікпен қарауымыз керек. Міне осы аманатқа сахабаларымыз жауапкершілікпен қарады. Осы аманаттың жетуі үшін не істеді? Олар көпір бола білді. Тәндерін, жандарын, дүниелерін, отбастарын осы діннің жолында құрбан етті олар. Біз сіздерге отбастарыңызды құрбан етіңіздер демейміз. Дүниелеріңізді құрбан етіңіздер демейміз. Тек бұл дін, таза дін аманатты таза алып жүрсеңіздер, міне соның өзі үлкен жеңіс. Ал сол
діннің келуін еңбегі сіңбегендіктен біз оның қадірін біле бермейміз. Біреулер бұған өмірін арнаған, жанын пида қылған. Сондықтан да мынау сахабалар үшін «Ла илаха иллалла Мұхаммада Расулулла» деген бір калимаға тілін келтірген мұсылман қымбат болған. Қатты жақын, жанына ыстық болған. Ал біз болсақ, не істейміз? Бұл дінге еңбегіміз сіңбегеннен кейін, осы дін жеткеніне біздің қадір қасиетін білмегеннен кейін біз не істейміз? Біреуді діннен шығара салу, оны пасықтай салу біз үшін жеңіл болып қалған қазір. Егер осы діннің келуінде біз ат салысқан кезде, біз біреуді оңайшылықпен діннен шығармаған болар едік. Біз бейнетін көрген жоқпыз, қиыншылығын көрген жоқпыз. Сондықтан да бізге жеңіл отырып алып әңгіме айта салу. Сондықтан бұл әрбір мұсылман біз үшін ыстық болу керек. Біз үшін барлық нәрседен қымбат болу керек. Мынау сахабалар аз болған. Сондықтан олар бұл аздықтың ащы дәмін татқан. Сондықтан олардың қатары бір мұсылманға көбейетін болса, олар қуанатын болған. Ал керісінше біз көбейіп алып, соның қадірін білмей жатырмыз. Сондықтан да құрметті ағайын, құрметті имекелер, құрметті шәкірттер, бұл дін бізге аманат. Аспан, жер, тау бұдан бас тартты, оны мына сіздер мен біздер көтердік. Соны енді абыроймен, ықыласпен өз иесіне тапсыруымыз керек. Дін Алланыкі, біздікі емес. Сол мүмкіндікті пайдаланып, біз Алланың дініне қызмет етіп қалайық ағайын. Сондықтан мынау жауапкершіліктің біреуі, бұл мынау жауапкершіліктің өзі аманат дейді. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтты: «Күллухум рағин ва күллухум мас'улун ан рағияти». Әрқайсың бақташысыңдар, және сол баққан нәрселеріңнен сұраласыңдар деді. Әл-имаму рағин ва мас'улун ан рағияти. Имам дейді. Бұл жерде жаңағы мемлекет басшысынан бастап әрбір жеке бас мұсылманның барлығы ол бақташы. Сіз ойламаңыз, мен министр емеспін, мен әкім емеспін, мен ректор емеспін, мен бір медресенің директоры емеспін, мен бір мешіттің имамы емеспін, мен ешқандай менде жауапкершілікті жоқ. Сен тіпті мұсылманның бір ісін басқармасаң да, сен бір отбасының нешісің? Имамысың. Бала шағаңның, жарыңның, ағайын туысыңның сен имамысың. Ертең сол балаларыңа әділ қарадың ба? Ырзық несібені қалалдан тауып әкеп бердің ба? Мойныңдағы фарызды жақсы ат қойып, жақсы ілім беріп, қызды қияға, ұлды ұяға қондырдың ба деп, бұның бәрі жауапкершілік. Сондықтан әрбір адам жауапкершіліктен қашпайды. Сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр: «Күллухум рағин». Барлығың бірдей, бүтіндей бақташысыңдар дейді. Біреу мемлекет үшін жауап береді. Біреу облыс үшін жауап береді. Біреу аудан үшін жауап береді. Біреу ауыл үшін жауап береді. Ал бірақ біз ұмытпайық, әрқайсымыз отбасы. Тіпті отбасымыз болмаған күннің өзінде жеке басымызға жауап береміз. Ешкім аманаттан, жауапкершіліктен құтылмайды. Бәріміз бірдей жауапкершілікпіз. Сондықтан немқұрайды қарамауымыз керек. Алла субхана тағала Құранда не дейді? «Тағауану ғалал бирри ва тақуа, ва ла тағауану ғалал исми вал ғудуан». Сендер жақсылықта, тақуалықта бір-бірлеріңе жәрдем беріңдер, дұшпандықта, күнәда бір-бірлеріңе жәрдем бермеңдер дейді. Сондықтан мүмкіндігімізше бір-бірлерімізге жәрдем беруіміз керек. Енді келесі аманаттың бір түрі бұл әл-аманату фил бай', саудадағы аманат. Яғни ғалымдарымыз айтады, саудадағы аманат ғиш жасамау, алдау арбамау. Түсіңіздер ме?
Сондықтан бұл сатушыға да, сатып алушыға да қатысты. Егер бір нәрсені сатып тұрған болсаң, оның шынайы сипаттамасымен алдамай сату керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мән ғашшана фәләйсә минна. Кім бізді алдаған болса, ол бізден емес деді. Ал екінші бір риуаятта, Муслимде келген риуаятта не дейді? Мән ғашша фәләйсә минна. Жалпы айтты, кім алдаса кімді болсын. Ал енді бірінші риуаятта мән ғашшана, бізді, мұсылманды алдаған болса деді. Ал бірақ екінші риуаятта ол қандай дін өкілі болсын, қандай сенімдегі адам болсын, оны алдау ол мұсылманға жат сипат емес. Сондықтан аманаттың келесі бір түрі бұл саудада аманатты сақтау. Яғни қиянат, алдау, арбаудан аулақ болу керек. Мысалы, соткаңды құлатып алып, бұған ештеңе болған жоқ деп сатып жерге болмайды. Бір рет құлатып алған едім, содан жөнді істемей жүр, сондықтан сатып жатырмын деп сатты. Алдама ешқашан. Болмаса ашып ішін қопарбағаннан кейін ашылмаған деме. Мұсылман адам ешқашан алдау жасамайды, ғиш жасамайды. Ал енді келесі аманат бұл әйел затына қатысты аманат. Егер әйел тұрмыс құрмаған болса, қыз бала болған болса, ол өзінің арын сақтау бұл аманат болып саналады. Ал егер тұрмыс құрған, тұрмыстағы әйел болатын болса, ол ерінің көзіне шөп салмауы, өзінің арын сақтауы да бұл аманат болып табылады. Міне осы аманаттың түрлері, осы бірінші алғашқысы қайталап айтатын болсақ, ғибадатта болған аманат. Әрбір ғибадатты өз хақын шариғат көрсеткендей орындау. Екіншісі дене мүшені сақтау. Үшінші жаңағы не дедік біз? Жаңағы мүлікте болған аманат. Біреу бізге бір нәрсені аманат қып қалдырған болсақ, оған жауапкершілікпен қарауымыз керек. Одан кейін мынау сөзде болған аманат. Ешқашан біреу бізге сеніп, досым деп, әріптесім деп, мұсылман бауырым ғой, енді көңілімді бөлісейін, бұл ешкімге айта қоймас деп үмітпен айтқан болса, оны жаймаңыздар. Бұл аманатқа қиянат болып шығады. Ал егер жайып қоятын болсаңыз, сөз сақтай алмайтын болсаңыз, сыр сақтай алмай, онда айтыңыз, маған айтпай қой, мен бәрібір айтып қоямын біреуге. Одан кейін міне сөзде болған аманат, одан кейін мынау саудада болған аманат, одан кейін мынау істе болған аманат. Міне осы нәрселердің барлығы аманат. Бұл ең үлкені мынау діннің бізге аманат болуы. Сондықтан құрметті бауырлар, осы аманатты сақтайық. Аманатты өз иесіне аман есен табыс етуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Сондықтан мынау ілім баршамызға аманат. Имамдарымыздан жалғасып келе жатыр. Осы ілімді жақсылап алып, өзімізден кейінгі буынға қалдыру, жеткізу, түсіндіру бізге аманат. Алла субханак Аллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'a ва ризқан васи'a ва амалан мутақаббала. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ва hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Я Раббым Алла Тағала, бір өзіңе ғана құлшылық етеміз, бір өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Я Раббым Алла Тағала, біздердің мойнымыздағы аманатты орнына қайтарып өтеуді Аллахым нәсіп ете көр, я Раббым. Я Раббым Алла Тағала, бұл дүниеден ла илаха иллаллах Мұхаммада Расулуллах деп кәлимада, таза иманда тәубамыз қабыл етіп, күнәларымыз кешірілген, аманатымыз өтелген, аманаттарға қиянат жасалмаған халде жан тапсыруымызды баршамызға нәсіп ет. Қияметте жүзімізді жарық қылып, бір өзіңнің рахметіңде, пайғамбардың шапағатында болуды нәсіп ет. Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина ғазабан нар, би рахметика я архам.